Достар, бүгін сіздермен бірге Молданазар Сабыржан және де Қожа Ақжол. Бүгін біз сіздермен бірге тригонометрия тақырыптарын бастайтын боламыз. бізбен бірге болыңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге тригонометриялық қатынастар тақырыптарын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақ жоспары тригонометрия ұғымдары, тригонометриялық функциялар, негізгі қатынастар, тепе-теңдіктер және де практика радиан, градус, радианға айналдыру, тригонометрия функцияларын градус өлшемдерін табу. Бүгін біз осы тақырыптарды үйренетін боламыз. Тригонометрия негізінен тригоном және метрио дейтін екі сөзден шыққан. Тригонометрия дегенде ойыңызға ең алғашқы тікбұрышты үшбұрыш келуі қажет. Себебі тікбұрышты үшбұрыштың сүйер бұрышына қатысты негізгі қасиеттер жазылған. Мәселен, осындай бізде бір тікбұрышты үшбұрыш болады. Оның сүйер бұрышы альфамен белгіленеді және де бізге негізгі функциялар синус, косинус, тангенс және де котангенс. Олардың бәрі тригонометриялық функциялар, яғни мысалы мұнда y синус x аргументі негізінен мұндағы тікелей тікбұрышты үшбұрыштың сүйер бұрышына қатысты болады, яғни альфаға қатысты. Тікбұрышты үшбұрыш және де Пифагор теоремасы. Тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз ол бір бұрышы 90 градус жасайтын үшбұрыш, яғни оның екі катеті және де бір гипотенузасы болады. Және де бізде Пифагор теоремасы ол тікелей осы тікбұрышты үшбұрышқа қатысты теорема, яғни ол бізге айтады екі катеттерінің квадратының қосындысы гипотенузаның квадратына тең болады. Және осыған бір мысал келтірейік, бізге осылай бір тікбұрышты үшбұрыш берілсін, оның катеттері 3 және де 4 бізге гипотенузасын анықтау қажет. Яғни біз жаңа формула бойынша x квадрат тең болады 3-тің квадраты және де қосылған 4-тің квадраты. Яғни x квадрат тең болады 9 қосылған 16, x квадрат бізде тең болады 25-ке. Біз x-ті мұны анықтау үшін екі жақты турасын алу керек, сонда бізде шығады x-іміз тең болады 5-ке. Яғни бізде тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы тең болады 5-ке. Тікбұрышты үшбұрыш және де Пифагор теоремасы. Тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз ол бір бұрышы 90 градус жасайтын үшбұрыш, яғни оның екі катеті және де бір гипотенузасы болады. Және де бізде Пифагор теоремасы ол тікелей осы тікбұрышты үшбұрышқа қатысты теорема, яғни ол бізге айтады екі катеттерінің квадратының қосындысы гипотенузаның квадратына тең болады. Және осыған бір мысал келтірейік, бізге осылай бір тікбұрышты үшбұрыш берілсін, оның катеттері 3 және де 4 бізге гипотенузасын анықтау қажет. Яғни біз жаңа формула бойынша x квадрат тең болады 3-тің квадраты және де қосылған 4-тің квадраты. Яғни x квадрат тең болады 9 қосылған 16, x квадрат бізде тең болады 25-ке. Біз x-ті мұны анықтау үшін екі жақты турасын алу керек, сонда бізде шығады x-іміз тең болады 5-ке. Яғни бізде тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы тең болады 5-ке. Ендігі кезекте бізде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады, бір теңдігін дәлелдеу қажет. Ол үшін бізде синус альфа, яғни синус альфаны біз білеміз, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни а-ның сыра қатынасы, ал косинус бізде тең болады бер жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, ол b бөлінген сыра. Және де біз жаңа айтып өткен Пифагор теоремасы, ол бізде c квадрат тең болады а квадрат қосылған b квадрат. Яғни біз енді синус пен косинустың квадраттары, а бөлінген c-ның квадраты қосылған b бөлінген c-ның квадраты, ол бізде тең болады. Яғни білеміз, квадраттары бөлінгенде теңдей квадраттай саламыз, яғни а квадрат бөлінген c квадрат қосылған b квадрат бөлінген c квадрат. Ол бізде ортақ бөлінген бөлімі, яғни белгілі c квадрат, ал алымы а квадрат қосылған b квадрат. Яғни осы жерде біз алымы а квадрат қосылған b квадрат Пифагор теоремасына берді, яғни а квадрат қосылған b квадрат ол бізде тең болады c квадрат. Яғни орнына қойылған c квадрат бөлінген c квадрат, ол бір-біріне қысқарып бізде бірді береді. Яғни біз осы формуланы дәлелдеп шықтық. Келесі бізде тангенс пен котангенс бір-біріне қарама-қарсы. Яғни білеміз бізде тангенс альфа ол тең болады b бөлінген котангенс альфаға. Ал бізде тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа ол бізге тең болады бірге. Яғни дәлелдейтін болсақ, тангенс альфа орнына 1 бөлінген котангенс альфаны қоямыз, ал көбейтілген
ikkinchisi tangents alfa. Ya'ni ikkovi bir-biridan qisqaradi. Tangents yo'qdir. Selam dostlar, men kelesi taqriban radian және градустық мәндер. Жалпы радиан дегенimiz 2 градус арасындағы бұрыш. Жалпы оны қиындатудың қажеті жоқ. Ол дегенimiz градустың пи мәніне келтірген түрде айтсақ болады. Мысалы, 1 градус тең болады пи бөлінген 180-ге. Ал келесі пи саны. Пи саны жалпы тұрақты 3,14 немесе одан шексіз сандарға тең болады. Ал жалпы пи санының градус өлшемі ол 180-ге тең. Жалпы мысалы пи бөлінген 2 деген мысалы қарастырып көрейік. Пи бөлінген 2, пидің орнына 180 санын қоямыз. Сонда 180 бөлінген 2 ол 90 градусқа тең. Ал келесі пи бөлінген 4, пидің орнына 180 қоямыз. Сонда пи бөлінген 4 ол 45 градус. Осылайша біз радианды градусқа айналдырдық. Келесі градусты радианға айналдыру формуласы. Яғни градус радианға айналдыру үшін осындай формула берілген. Яғни а градус көбейтілген пи бөлінген 180 градус. Мысалы біз 36 градус алайық. 36-ны көбейтеміз пиге, яғни 180 білеміз. Бұл жерде 180 мен 36 қысқарады, сонда пи бөлінген 5 қалады. Мысалы, мұнда 25 градус қалса, 25 градус көбейтілген пи бөлінген 180. 25 пен 180 қысқарады, яғни екеуі бірге 5-ге қысқарады. 25 5-ге қысқарса 5, 180 5-ге қысқарса 36. Сонда 5 пи бөлінген 36 шығады. Ал келесі өтетініміз жаңағы қарама-қарсы, яғни радианды градусқа айналдыру. Жалпы радианды градусқа айналдыру үшін осындай формула берілген. Яғни а көбейтілген 180 градус бөлінген пи. Яғни біздің радианымызды а деп аламыз. Онда мысалға пи бөлінген 12-ден радиан берілсін. Онда пи бөлінген 2 180 градус аламыз. Бұл жерде 12-ні бөлшектің астына жібереміз. Сонда бұл жерде пи көбейту 180 бөлінген 12 көбейту 5 пи қалады. Бұл жерде пи мен пи қысқарады, ал 180 мен 12 қысқарады, екеуі бірде 12 қысқарады. 12-ні 12-ге бөлсең 1, ал 180-ні 12-ге бөлсең 15. Сонда біздің мәніміз 15 градус болады. Келесі өтетін тақырыбымыз тригонометриялық функциялардың градустық өлшемдері. Жалпы көп оқушы тригонометриялық функциялардың градустық өлшемін табуда қиналады. Одан қиналудың қажеті жоқ. Яғни бізде 5 саусақ ережесі бар. Яғни біз бірінші саусаққа 0, екінші саусаққа 1, 2, 3, 4 деген сияқты мәндер беріп шығамыз. Енді осының бәрін түбірдің астына аламыз. Енді осының бәрін 2-ге бөліп шығамыз. Енді осыларды шығарсақ, жауабында түбір асты 0 бөлінген 2 тең болады 0. Яғни синус 0 градуста 0-ге тең. Ал келесі түбір асты 1 бөлінген 2. Түбір асты 1-ден 1-дің өлші шығады, яғни 1 бөлінген 2. Ал синус 30 градуста 1 бөлінген 2-ге тең. Ал келесі түбір асты 2 бөлінген 2. Бұның өзі қалады, яғни синус 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Ал келесі түбір асты 3 бөлінген 2. Ол да өзі қалады, яғни синус 60 градуста түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Ал келесі барымыз түбір асты 4 бөлінген 2. Түбір асты 4-тен 2 шығады, яғни 2 бөлінген 2 тең болады 1. Синус 90 градуста 1-ге тең. Ал бәріміз білеміз, синустың мәніне косинустың мәні қарама-қарсы. Яғни осының бәрін керісінше жасаламыз. Яғни 1 түбір асты 3 бөлінген 2, түбір асты 2 бөлінген 2, 1 бөлінген 2, 0. Ал келесі бізден тангенстің котангенстің мәнін табу керек. Тангенстің котангенстің мәнін табу үшін жалпы бәріміз білеміз, тангенс дегеніміз ол синустың косинусқа қатынасы. Яғни мына градусты осыған бөле саламыз. Яғни 0-ді 1-ге бөлеміз, 0-ге тең. Яғни тангенс 0-ге тең. Ал келесі 1 бөлінген 2-ні бөлеміз, түбір асты 3 бөлінген 2-ге. 2-ні орнына алсақ, сонда 1 бөлінген 2 көбейтілген. 2-ні орнына алсақанда мынаның көйтеге қосады. 2 түбір асты 3. Яғни 2-ге қысқарады, сонда мәні 1 бөлінген түбір асты 3 болады. Яғни 1 бөлінген түбір асты 3. Ал келесі түбір асты 2 бөлінген 2-ге, түбір асты 2 бөлінген 2-ні бөлсек, мәні 1. Ал келесі түбір асты 3 бөлінген 2 бөлу 1 бөлінген 2. Бағанағыдай орнына ауыстырамыз. Яғни бұл жерде 2 мен 2 қысқарады, сонда мәні түбір асты 3-тің өзі қалады.
көбісін білуіміз керек. Кез келген санды нөлге бөлуге болмайды. Демек, бұл жерде мәні жоқ. Яғни осындай осындай қоямыз. Ал келесі, бағана айтып кеткендей, тангенстің қарама қарсы мәні ол котангенс. Яғни осыны керте жасауымыз. Сонда жоқ. 1/3 1 бөлінген 1/3 0. Осылайша біз градус мәндерді ешқандай жаттамай-ақ өзіміз ойында бес саусақ ережесімен градус мәндерін таптық.